романдарын толық оқымай отырсыз дейді. Академический вокал бітірдіңіз ба дейді. Мағжан деп қойып алып. Иә, академиялық вокал бітірген. Бірақ оған дейін менде дәстүрдің фундаменті болған. Ақыл сұрайтын сырласатын ұстазыңыз өмір бойы деп айтсам болады енді. Алла ол кісілерге ұзақ ғұмыр берсін. Өзімнің ата-анам. Иә. Жалпы әкеммен қатты сырлассам деп айта алмаймын. Аллаға шүкір, сөйлесем, үлкен мәселелерді. Бірақ енді күнделікті жалпы сөйлесіп тұратын, ақыл сұрап тұратын, ақыл сұрамасам да айтып тұратын, ол менің өзім ғана. Интересно, футболға қызығасыз ба дейді. Кетті ойнаймыз десе ойнайсың ғой. Бірақ азартына кіріп ойнаған емес. Ерлан Еспенбетов дейді. Ақыл сұрап алғандар қазір жатып қалады дейді. Ештеңе демей қойын, жақсы. Қуаныш, ассалаумағалейкум. Қалайсың, амансың ба, жағдай қалай? Нұреке, әдемілікті мойындайсың ба дейді. Әдемілік адамға ғана емес, жалпы көп нәрседе бар ғой. Әдемілікті мойындайсың ғой, әдемі нәрсені көргеннен кейін әдемі дейсің ғой. Ресейінен жылдамшы дейді. Қазір енді ән ететін уақыт емес. Бір сұрағыма жауап бермедіңіз. Айта қоңыз. Тұрыңыз не болып кеткен, бетке дұрыс қарау болатын шығар. Менің түріме ойымдамай қойыңыз. Өзім реттеп аламын ғой. Ернар айтар жайлы пікірді айтып кеттім ағайын. Қайта қоя бермеңіздер. Концерт қашан Шымкентте дейді. Карантиннен қашан шығамыз деп сұрақ қойсаңыздар. Карантин біткеннен кейін болады ғой барлық шапқанның орындалуы. Қырайкың 500 алдым ба дейді. Жоқ. Оны алуға әрекеттенген де жоқ. Мұқтаж жандар алсын. Қырайкың 500-ден кейін маған да керек, бірақ менде әйтеуір күнделікті қолымда қаражатым бар. Сондықтан Қырайкың 500-ден аса қатты керек адамдарға. Сол кісілер алсын. Ең бірінші рет сахнаға 6 жасымда шықтым мен. Карантин әсер етмеді. Карантин сол шаш, мұрт сақалға ғана әсер етіп жатыр. Қалғанды әсер етіп жатқан жоқ. Анаңыз қайда дейді. Анам ауылда. Ауыл дегенде Ақтөбеде. Әкем екеуі. Не қазақша түсінбеуші дейді. Қазақша қазақ тіліне сәл ұқсайды ғой. Жаза бересің, мен ол көрмей алған шығармын. Айып етпеңіз. Қырғыз жақтан оқырмандар жазып жатыр. Айдан Әжімәдинова қол бұлғап жатыр. Рахмет. Сәлем болсын. Сізге қарашы
шай ішіп отырмын. Рахмет. Алматыдасың ба? Иә, Алматыдамыз. Қай жануар ойнайды жылқыдан басқа? 4 түліктің ішінде ме? Түйе. Жылқыдан кейін. Себебі біз түйе бағамыз да. Ауылда. Түйе көп болады. Түйенің үстіне мінетінбіз. Ұнайды. Оң қолмен жүрдім, сіздерге сол қолы көрінеді. Рахмет, брат. Амин. Сізге де қабыл болсын. Қамалда отырған жас бала туралы не білесіз? Естіп жатырмын я. Жалпы жерлес, бір жағынан жерлесіміз екен. Ақиқатын енді адам білмесе, Алла біледі ғой. Алла жеңілдік берсін. Басқа не деймін? Қаншама боздақтар, қаншама арыстар, ағаларымыз, Алаштың ардақтылары десек те болады. Өмірбаяндарын оқып отырсақ, көріп отырсақ, сондай бір қиян бір істермен жазықсыз да былай да кетіп қалған деп жазылады ғой. Сондықтан мен ақиқатын Алла білуші. Мен қолмен ұстап, көзмен көріп, мұның қасында болмағаннан кейін мынау деп ештеңе айта алмаймын. Кино түсіру ойыңызды ма деді. Кино ойын ол үлкен мәселе ғой. Үлкен қаражатты тіреу етеді. Мақтаулар қазақтың жұртының өмірді сыртыңа сөздей тұлға елімізге мақтаныштар ауыз жүз ғасырда бір туған. Ой, рахмет. Ораза қабыл болсын. Рахмет. Жаңадан кіргендерге айтып жатырмын, сақал мұрт шаш туралы айналып отыр ғой. Давайте шаш, сақал, мұрттан басқа әңгіме айтайық. Олар Дарстан танисыз ба дейді. Танимын ғой я. Бауырымыз ғой, әріптесіміз, ақын. Раймайсо. Меренбек ағамыздың шәкірті кірді. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бауырым? Амансың ба? Сізді
Законның еркек түрлігінде естідіңіздер ме? Бір жағынан енді ол жігіттер өнер жолында жүрген болғаннан әріптестер. Олар өздері хабарласты, сөйлесті, звондап. Сол выпуск шыққаннан кейін. Бір жағынан құрдастарымыз ғой. Құрдас болғаннан кейін құрдасының әзілін қабылдайсың. Менің де бір әзілім болатын шығар, Құдай қаласа оларға. Содан енді әзілдеп түсіндім. Ол жігіттер енді өзінің ісінің әзілдің шеберлері ғой. Сондықтан бірауыз хабарласып, көңілін алып қалған жоқсың ба деп жаңағыдай сұрап білген болатын. Сондықтан оны естідім, әзіл ретінде қабылдадым. Бәрі жақсы, орында. Жасауға айтеді. Дұршағай қалайсың амазым? Қай футбол құрамасына жанкүйерсіз дейді. Жалпы маған енді Криштиану Месси деп айтып жатады ғой жалпы маған. Маған енді өзіме ұнайтын